down and you step into my danger zone. When you're out 10 toes down, when you step into my danger zone. When you step into my danger zone. When you're out 10 toes down, when you step into my danger zone. Ассалаумалейкум азиз достар, сіздермен бірlikte қара шапан яғни айтқанда қарақалпақтың қара баласы. Бүгінгі үйренеріміз ойлар хақында емес, именно компьютер девайслар хақында болып өтеді. Себебі өзіме біліп тұрғаныңыздай клавиатура алдым. Анау мынау емес деп айта берейін. Анау мынау емес. Әлбетте анау мынау емес действительно. Короче, өзіме игровой клавиатура алдым. Сондықтан сіздерге бірге таныстырып өтемін. Ұнаған болса лайк басасыз, ұнамаған болса дизлайкты басып, төменде комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз достар. Егер сіз дайын болсаңыз, біз бастаймыз. Рахмет. Біздер ған клавиатураға так түспейін деді ғой. Keychron S1 Hotspot Gatron RGB Blue деп аталады. Не деген пантовска дей берсе. Короче, бұлар ішіне ашпастан алдын, түсіндірместен алдын айтып өтейін. Бұл компания 2017 жылдан бастап өз қызметін алып барады. Именно ол компанияда тек Keychron компанияда тек қана клавиатура істеп шығады екен. Мышкада емес, тек қана клавиатура, кастомный клавиатура істеп шығады екен. Так, бірінші неміз ключлер комплектте келеді. Біреуі кейкапларды алу үшін ключ, көрініп тұрған жоқ па, кейкапларды алу үшін ключ. Екінші ключ болса, міне көрініп тұр па сіздерге, свитчлерді алу үшін ключ. Азиз достар, екі ключтен басқа және де кейкаплар комплектіне кіреді екен. Тәтті саны өтеміз. 1, 2, 6, 7 кейкапты қосып береткен. Мен білуім бойынша, мен естуім бойынша, оқуым бойынша бұл кейкапларды ABS пластигінен істеп шығады екен. Әзіргі уақытта ең жақсы качественный пластик именно осындай кастомный клавиатураға пайдаланады екен. Білмедім, көреміз, 1 жылдан кейін ответін айтамын, әлбетте жақсы болса. Және де қосымша комплектте қосымша келетін нәрсе USB, яғни бұл ұзындығы 1,8 метр екен, екі жағы да Type-C болады екен. Бұл клавиатура тек қана біздердің компьютерге түсіп қалмай, MacBookқа да түседі, Macқа да түседі. Азиз достар, соның үшін мынандай өзінің қосымша переходнигі бар. Және де бір-екі мағлұмат айтып кетсем, азиз достар, бұл клавиатура ауырлығы 680 грамм екен. И оларда әзірше мен алған свитчлерді алып көрсетемін. Әлбетте кейкапты мынамен аламыз. Бұл әзір свитчлердің популярныйлары білесіздер. 3 түрі бар. Біреулер білмейтін шығар. Білмесеңіз айтып өтейін. Свитчлердің 3 түрі бар. Қоңыр, қызыл, көк. Әзірге мен заказ еткенде көк свитч тұрды. Мәселен, көк свитч. Ең популярный әзірше қызыл, ең қымбаты да, ең популярный сол. Қымбаты ма, қымбаты ма білмедім. Популярный сол. Бірақ та әзіргі уақытта ол свитч дефицит, соның үшін көк светін заказ еттік. Егер де азиз достар, видеоролигім жаққан болса, клавиатура ұнаған болса, әлбетте өзіңіз комментаріңізді төменде жазып кеттің, лайк басып кеттің. Егер подписка қылмаған болсаңыз, подписка қылың. Сіздермен бірге болған Қарақалпақтың қара баласы, қара шапан. Сау болың.